Ассалаумағалейкум достым, қош көрдік. Бүгінгі тақырыпты жалпы мақсат тақырыбына арнағым келеді. Барлығымызда өмірде бір үлкен бір жетістікке жетсек дейміз, бір ойлаған арман ниеттерімізге жалпы қалағанымызға жеткіміз келеді барлығымыз. Мысалы, соның ішінде табысты болсам, балдарым бір сапалы білім алса, бір өскесін бір жаңа тақуа бір жақсы бір адам болса деген, халқына бір пайда істейтін адам болса дейміз де, бала тәрбиесінде. Өзімізде мысалы денім сау болса дейміз, қарым-қатынасымыз жақсы болса дейміз. Барлығымыз соны қалаймыз. Енді бүгінгі тақырып мақсат туралы болғандықтан сізге мынандай сұрақ қойғым келеді. Сізде мақсат бар ма? Мақсат деген, енді мақсатты анықтап алайық. Мақсат жалпы негізгі 4 сұраққа жауап береді екен. Осы сұрақ бойынша сіздің мақсат нақты ма? Егер де болса көрейік. Бірінші сұрақ ол қанша деген сұраққа жауап беру керек. Екінші қашан, үшінші қалай, төртінші не үшін деген сұраққа жауап беру керек. Енді зерттеуге байланысты бұл тұста 90% адамда мақсат жоқ екен. 90% адамда мақсат жоқ. 10% адамда мақсат бар. Бірақ 10%-ның ішінде 1% ғана сол мақсаттарына, үлкен мақсаттарына жетіп жатады екен. Егер де 100 адамды алатын болсақ, 90 адамында мақсат болмайды, 10 адамында болады, бірақ 1% ғана жетеді. Енді 10% не үшін, 10%-ында мақсат бар, не үшін жетпейді десең, бұл жерде енді тағы да көптеген кедергілер бар да, жаңағы жалқаулық, жаңа кері сенім нанымдары, жаман әдеттері деген сияқты білімсіздік, тағы басқа кедергілер бар. Ал осы 90% не үшін мақсат қоймайды дегенде, жаңағы кедергілердің барлығы бар, одан қоса тағы да көптеген кедергілер. Ол жаңағы бойындағы сенім нанымды кезіндегі әке-шешесінің тәрбиесі, ұстаздардың тәрбиесі, қоғамның жаңағы тәрбиесінен сондай жаңа сенім нанымдар, қорқыныш, тағы басқа кедергілер бойында болады да, сөйтіп білімсіздік деген сияқты. Мүмкін білімге ізденбейтін шығар. Мүмкін өмір деген оларға қалай айтсам болады, өмірді олар басқаша түсінетін шығар, мақсатты маңызды көрмейтін шығар. Міне 90%-да мақсат қоймайды екен. Егер де сіз өмірде бір өміріңізді жақсартқыңыз келсе, мақсатыңызды нақтылағыңыз келсе, осы 4 сұрақпен анықтап алыңыз. Қанша, қашан, қалай, не үшін деген. Енді 4 сұраққа мысал келтіріп көрейік. Мысалы, сіздің мақсат кішкене жүдеуде арықтау керек. Сізде артық салмақ бар. Бұл тұста бірінші сұраққа қалай? Қанша деген сұраққа. Мысалы, сізде 80 килосыңыз, сіз 10 кило арықтағыңыз келеді. Мысалы, 70 болғыңыз келеді. Біріншіге қанша да? Енді екінші сұрақ ол қашан деген. Мысалы, 2 ай ішінде, 60 күннің ішінде да, ол қашан деген сұраққа жауап берді. Енді қалай деген сұраққа жауап беру керек. Мысалы, диета ұстаймын, сосын белгілі бір жаттығулар жасаймын да, қалай деген. Енді 4-ші сұрақта өте маңызды. Не үшін деген. Не үшін саған арықтау керек? Бұл өте маңызды, себебі егер де ол не үшін деген сізге қатты маңызды болса, ол жаңағы не үшіннің жауабы сізге өте маңызды болса, сіздің нәтижеңізге жетуге де күшті болады. Мысалы, не үшін дегенде кішкене жеңіл жүремін, денсаулығыма жақсы болады, қан қысым болмайды деген секілді да. Мысалы, жаңағы тізем, артрозия болмайды деген секілді бір себептері болса, себеп күшті болса, онда сізде нәтижені тастап кетпеуге де сізге күшті септігін тигізеді. Міне осы 4 сұрақ. Ақшамен де салыстырып көрейік. Мысалы, қанша? Мысалы, 1 миллион теңге де. Қашан? 6 айдың ішінде. Қалай? Мысалы, жаңағы бір тауар сату арқылы 20%-ын сақтап, бірдеңе депозитте или бір жерде сақтап, осындай 6 айда ма, осындайда жинау деген сияқты да, қалай деген сұраққа. Енді не үшін дегенде, мысалы, саяхатқа, немесе баланың сапалы бір оқуына, немесе жаңағыдай қаралуға, денсаулық күтінуге деген секілді бір себеп болу керек. Не осылай, осы 4 сұрақпен біз мақсатты дұрыс қоюымызға болады. Қазақта да мақал бар ғой, мақсатсыз адам ескексіз қайықпен тең дейді. Ойлап қарасақ, расында солай да, сіз теңізде келе жатсыңыз қайықпен, бірақ сізде ескек жоқ. Қай жерден жел, қай жерден толқын, сол бағытқа қарай не істейсіңіз? Жылжисыңыз. Өмірде де солай, сізді жан-жаққа алып кетеді. Сондықтан мақсатыңызды нақтылаңыз. Енді мақсатты нақты білгіңіз келсе, егер де YouTube-тан қарап отырсаңыз, астында описанияда менде сілтеме болады.
бизнес WhatsApp-қа, сол жерге кіріп алдағы уақытта болатын мастер-классқа тіркелсеңіз болады. Осы мақсат қою бағытында қазіргі видеода мен сіздерге толық айтып үлгермеймін. Егер де Инстаграмнан қарасаңыз, биопрофилдегі сілтемеге өтіп жаңағы тіркелсеңіз болады. Алдағы уақытта жаңағы осы тақырыпта мастер-класстар жүргіземін, сол жерден толық білесіңіз. Енді қандай сізге кеңес бере аламын? Егер де мақсатыңыз болмаса, онда сізге мақсат міндетті түрде қою керек, мақсат болмаса қиын болады. Енді тағы мынандай бір тәртіп айтқым келеді. Жалпы өмірде қимылдап бір амал етіп бастау үшін бізге ең бастысы не керек? Үш жағдай керек. Ол бірінші ресурс, екінші нәтиже, үшінші қуаныш. Өмірде бақытты болу үшін осы үш нәрсе керек те. Жаңағы ресурс, нәтиже, қуаныш. Ол сізді жаңағы отырмай амал етіп бастауға көмектесетін жағдай. Қараңыз, ресурс деген не? Ресурс ол деген сіздің денедегі қуатыңыз, ақшаңыз, таныстарыңыз, тағы басқа біліміңіз деген сияқты, соның барлығы ресурс. Енді бірінші бізге ресурс керек. Мысалы, сіз таңертең тұрдыңыз, жаттығып кішкене қуатыңызды арттырып алсаңыз, ол дене ресурсы да. Содан кейін барып рухани ресурс, жаңа кішкене Құран оқып, намаз оқып алсаңыз, рухани ресурсты алып алдыңыз таңертең. Сосын кітап оқып, немесе аудио кітап тыңдайтын болсаңыз, ол интеллектуалды жаңағы білім ресурсын көтеріп алдыңыз. Қарасыз, уже таңертең 1-2 сағатта сіз өзіңіздің ресурсыңызды көтердіңіз. Енді бір тәуліктің ішінде, бір күннің ішінде кешке дейін сіз нәтиже жасауыңыз керек. Не ексең, соны орасың дейді ғой. Сондықтан бізде нәтиже тектен-тек келмейді. Нәтиже жасау үшін қиналу керек, амал ету керек. Міне, мысалы, алма ектің, оның жемісін бірден алмайсың ғой, 3 жылдан кейін аласың да. Сол секілді бізде амал етуімізді суару керек деген секілді. Бүгінгі жазған жоспарыңызды толық орындау керек. Істей беру керек. Істегеннен кейін барып, кешке не істейміз? Өзімізді, үшіншісі, ол қуанту керек. О, супер, мен істедім, мен мықтымын деген секілді, немесе өзіңе сыйлық жаса. Міне, күнде осы 3 амалды жасайтын болсаң, ресурсыңды көтердің, нәтижеге амал еттің, қиналдың да, сосын барып өзіңді қуантатын болсаң, сенің өміріңде нәтижелер бола бастайды. Достар, осымен қысқа видеомызды аяқтаймыз. Егер де ұнап жатса лайк басыңдар, ұнамаса дизлайк басыңдар, достарыңызбен бөлісіңдер, ала бұйыртса сілтемеге өтіп тіркеліңіздер. Алдағы уақытта толық осы тақырыпты ашып беретін боламын. Көріскенше достар.